Ата-аналар жылдан бар, балалар жылдан екен. Мен жұмбақ жасырамын, сендер тез шешіп табыңыз. Ал құдайымыз. Айтарым ол ғұлама, көп жасасын ғұлама. Бұл менің отбасым. Біз бәріміз бұл суретте бәріміз түскенбіз. Бұл суретте біздің бәріміз тұрмыз. Мынау біздің ана-апамыз, әкеміз. Біз Наргизге тойдамыз. Ағайке екеуміз кішкентаймыз мамамыз бен папамыздың қолындамыз. Мынау біздің апамыз. Біз апамыздың үйіне демалыс күндері күнде келіп тұрамыз. Бұл менің отбасым. Біз отбасымызда 4 адамбыз. Бұл менің анам, бұл менің әкем, бұл менің інім. Менің отбасым. Бұл жерде әкем, анам, жеңгем, өзім, інім және сіңлілім. Отбасымыз әкем, ағам, мен және әкем, мама, анам. Бұл біздің отбасымыз. Бұл жерде мен, әпкем, қарындасым, анам, мамам. Бұл менің отбасым. Бұл менің сәби болған кезімнен біз бірге түскенбіз. Біз күнде өйстіп маркерлармен әдемі қылып бояп, сонымен суреттерімізге қарап, өз отбасымызды сәби кезімді еске түсіреміз. Бұл менің отбасым. Бұл отбасымда 5 адам бар. Міне мынау мен анам, үлкен ағам, кіші ағам, әкем. Анамыз бізді аяулап өсіреді. Ал ағам бір сұрақты білмей қалсам көмектеседі. Ал әкем болса мені қорғайды. Апамыз, атамыз, әжеміз, анамыз, әкеміз жинаса, соны біз отбасы деп атаймыз. Отбасы деген отбасы түгел болу керек. Мысалға ата балаға сыншы. Гат дегенде болма, гат бала болма. Ата-аналардан жақсы ата болман, жақсы бала болған, жақсы. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесіз. Айтарым ол ғұлама, ғұлама деген ұстаз бересің. Көп жасасын бұлардан. Әкесі ол әкенің білген оны сұраған. Ол ата, жақсы атамыз. Келесі, ертең айтып береді. Сендерді келіңдер балалар. Мамалардың арбасып мамалардың қолдарына сұлай қойғандар. Сендер мамаларыңды қалай еркелетсіңдер? Мамаларың сендерді қалай еркелетеді? Сол сөзді қайтап. Асылым, данышпаным, сұлуым деп жақсы дәлел. Мен анамды анашым, бауырмашылым, тәрбиешім деген. Өте жақсы. Мен ақылшым, маған серігім, одан деді. Жақсы. Мен анамды анашым анашым. Жақсы. Береді. Күліне саған береді. Әкешінің анасы, әкең оған баласы.